Халықтардың ұлы қоныс аударуы ұлы Қытай қорғаны мен қазақтардың арасында қандай байланыс бар? Оларды қазіргі Қазақстан аумағында өмір сүрген көшпелі тайпа ғұндар байланыстырады. Қытай деректері бойынша ғұндар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың аяғында пайда болған. Ғұн мемлекетінің негізін қалаушы Мөде деп саналады. Ол көшпелі тайпаларды біріктіріп, тіпті Қытайды жаулап ала алды. Аңыз бойынша ғұндардың көршісі Дунху Мөдеден өзінің астындағы атын беруді талап еткен. Ақсақалдар бұған қарсы болса да, Мөде сұрағанын беруге бұйырады. Біраз уақыттан кейін Дунху Мөденің ең сұлу әйелін беруді талап етеді. Ақсақалдар соғыс бастағысы келеді, бірақ Мөде оны да беруге әмір етеді. Үшінші рет Дунху жерінің бір бөлігін беруді талап еткенде, Мөде жер мемлекеттің негізі, оны қалай беруге болады деп көршілеріне қарсы жорыққа шықты. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда Қытай билеушілері өздерін ғұндардан қорғау үшін ұлы Қытай қорғанын тұрғызды. Ол 8000 шақырымнан астам жерге созылды. Оған жыл сайын 10 миллионнан астам туристер келеді, және ол туралы ғарыштан көрінетін жалғыз құрылыс деген миф бар. Қытайдан басқа ғұндар еуропалықтар арасында да үрей мен қорқыныш тудырған. Олар тіпті Рим империясының құлауына себепкер болды. 3-4 ғасырларда ғұндар еуропалық варвар тайпаларының орнын басып, Паннонияға, қазіргі Венгрия, қоныстанды. 5 ғасырда Еділ батыр яки Атила бастаған батыс ғұн тайпалары Рим империясына шапқыншылық жасай бастады. Атила Византияны түзе бүктіріп, Галлияны жаулап алды. Неміс тайпаларын бағындырды және Рим мен Константинопольді алым төлеуге мәжбүрледі. 451 жылы Каталаун даласында Атила мен Рим қолбасшысы Аэций күштерінің қақтығысы болды. Бұл шайқас тарихта халықтар шайқасы деген атпен қалды. Тарихшы Йорданның айтуынша, бұл адамзат тарихындағы ең ұлы шайқас болған. Осы шайқастан кейін Атила Римге дейін жетті. Римді жоймауын Атиладан Рим папасының жеке өзі өтінді. Атила қайтыс болғаннан кейін оның ішкі кесірден азап шеккен империясы бірден құлдырады. Оның өлімінен кейін басталған империяны қайта бөлу процесі Римнің құлауын жеделдетіп жіберді. Атила әлем тарихына Құдайдың келбесі деген атпен еніп, Еуропаның күнәлары үшін жазасы атанған адам болды. Рафаэль Санти, Эжен де ла Круа оған өз еңбектерін арнады. Композитор Джузеппе Верди оған тұтас опера арнап, ал Данте құдіретті комедиясында оны өз шығармасының кейіпкерлерінің бірі қылды. Ғұндардың тұрмысы Еуразияның көшпелі халықтарының тұрмысына өте ұқсас. Біздің барша ата-бабамыз сияқты олар да көшпелі өмір салтын ұстанды. Киіз үйлерде тұрды, жылқы сүтін ішіп, етін жеді. Олардың шикі ет кесегін ер тұрманның астына салып жүретін туралы дерек сақталған. Ол ет жорық кезінде ұрылып соғылып, жеуге жарамды болатындай шыжғырылған. Олар тәңірге немесе көк аспанға сенді. Қазақтарда осы сенімнің бір бөлігі сақталып қалған. Өйткені біз Құдайды көк тәңірі деп атап жатамыз. Ғұндардың тұрмысы қазақтардың тұрмысына ұқсайды. Негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы болды. Олардың қысқы жайылымы бар еді, қазақтар оны қыстау, ал жазда жайлау дейді. Олар күн мен түннің теңелген күнін Наурызды тойлады, сонымен қатар ата-бабаларының рухына сыйынды. Ғұндар тек қазақтардың ғана емес, сонымен бірге Еуразия халықтарының көпшілігінің ата-бабасы. Олардың жаулап алу жорықтары жүздеген жылдар құрлықтағы барша халықтың дамуының берік іргетасын қалады.